Армысыздар, құрметті өзгергім келеді челленджінің қатынасушылары. Міне сіздер шаршамай, шалдықпай, табандылық танытып, 7 күн сабақты көріп шықтыңыздар. Сіз үшін мен қуаныштымын. Егер сенсеңіздер, осы өзгергім келеді челленджін түсіріп, оны таратуға 8 миллион теңгеден астам қаражат шықты. Мен таңның атысы, күннің батысы сіздерге еңбек сіңіруге дайынмын, және сол үшін өзімді бақытты адаммын деп санаймын. Бұның жарнамасын жүздеген мың адамдар көрді. Соның ішінде сіздер ғана міне сол маған сеніп, өздеріңізге сеніп, өзгеруге шешім қабылдап, осы челленджге қатынастыңыздар. Сіздерде болып жатқан өзгеріс үшін мен өте қуаныштымын. Сондықтан бүгін сол 7 сабақты түйіндеп, және де сіздің сұрақтарыңызға жауап беру үшін мен сіздермен осы тікелей эфирге шығып отырмын. Онымен қосымша сіздерге әрине қосымша бонус, тағы кереметтей 5 сабақ бар. Оның сіздерге берілу тәртібін ары қарай айттым, тағы да айтып кетемін. Міне вебинарымыз басталды. Қай қаладан қатынасып жатыр екен? Ақтаудан, Атыраудан, міне, менің туған қалам Семей қосылды. Өскеменнен, Шымкент, шымқалалықтар, сәлем. Шымқалалықтар бізде өте көп белсенді қатынасады. Менің командамның 70-80% Шымқалада, мен қуаныштымын. Міне батыстан, Ақтаудан мен сіздер үшін қуаныштымын. Жақсы, әзірге сұрақтарыңызды жаза беріңіз, мен көмекшілерім дайындап береді. Жақсы ма? Соның кейін ары қарай сұрақтарыңызға жауап беріп отыратын боламын. Сонымен бүгінгі сабақтың тақырыбы өзгермесең кеш қаласың. Және де нені өзгерту керек болады. Осыны бүгін таратып айтайық, да? Менған Мұқағалидың ең ұнайтын өлеңдерінің біреуі: кім боласың, қандай өмір сүресің, ол өзіңнің үлесің дейді. Оның өлеңдері бізге өшпес рух береді, үлкен мотивация береді. Енді мынандай сұрақтарға бүгін тоқталатын боламыз. Жалпы өзгеру деген не? Неге өзгергіміз келеді? Шынайы өзгеріс болу үшін не керек? Өзгеріс неден басталады? Өзгеріс қашан басталады? Өзгеріс қалай басталады? Өзгеру неге қиын, қайтып келмейтіндей өзгеріс болу үшін не істеу керек? Жалпы кешенді жүйелі өзгеріс деген не? Неге дәл қазір өзгеру керек деген сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Сонымен сіздер біраз өзгердіңіздер, мінездеріңізде өзгеріс болды, табандылық пайда бола бастады деген үміттемін. Жақсы көңіл күймен ары қарай менімен бірге болыңыздар, сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Жақсы ма? Мен соның кейін аяқ жағына таман сіздерден келген сұрақтарға жауап беріп кетемін. Сонымен өзгеріс деген не? Ол өзіңнің бүткіл болмысыңа қарсы шығу. Мына жылан кейде қабығынан тастап шығып кетеді ғой. Сол сияқты бұрынғы денеңнен, бұрынғы болмысыңнан, бұрынғы ойыңнан, сеніміңнен, эмоцияңнан түгелінен тастап мүлде басқадан болып қарсы шығып, өзіңе қарсы шығу, ол оңай шаруа емес. Келісесіз ғой, да? Енді қандай өзгерістер болады? Бірінші эмоциялық өзгерістер. Егер сіз бұрын салың суға кетіп, өткенге өкініп, болашақты уайымдап, қазіргі кездегі көңіл күйіңіз жабырқаңқы жағдай болып жүрген адам болсаңыз, енді өткенге өкінбейтін, болашақты ойлағанда тек қана арман мақсатын, жақсылық күндерді ғана ойлайтын, дәл қазір өзінің эмоциясын өзінде ұстай алатын адамға айналуыңыз, да? Менің кемелденген ғаламаты марафонға қатысқалы менің өмірімде деген өзгерістер болып жатыр. Сондай-ақ реніш, ашу-ыза, жаман ойлар деген сияқты кеселдермен күресуді үйрендім. Сол үшін Ахметбек ағайға көптеген алғысымды білдіремін. Екіншісі физикалық өзгерістер. Әрине, біздің бәріміз сымбатты денеміз болғанын, денсаулығымыздың жақсы болғанын қалаймыз. Ал ол тегін болмайды. Енді екіншісі сізде физикалық өзгерістер болады. Қарныңыз тартылады, әжіміңіз кетеді, еңсеңіз көтеріліп тік жүретін боласыз. Түрлі аурулар кете бастайды. Физикалық өзгерістер. Қайырлы таң, қазақ елі. Қырандай күшті қанаты. Мен жастарға сенемін деп. Ол жастар сіздер мен біздер. Осылай біз таңғы жаттығудан бірінші есеп беріп, бірінші мәселе денсаулықта, деніміз саулығымызды түсек, барынша қуаттансақ, қуаттану сабағын тыңдап, күш-жігерімізді алға қарай көтерсек, біз шықпайтын асулар болмайды. Және де материалдық өзгерістер болуға тиіс. Сіздің табысыңызға орай ішкен тамағыңыз, киіміңіз, тұрған үйіңіз, көлігіңізде де өзгеріс болуы тиіс. Нақты өзгеріс деп осыны айтамыз. Қайырлы кеш. Осы неге қатысқалы, ал мен артында тұрғанын көріп тұрсыздар ма? Ахметбек ағайымыздың артында тұрушы еді осылайлар. Осының бәрін өзім 10 күн ішінде жасадым, осына қатысқаннан бері. Соның кейін өте маңызды өзгерістер ол рухани өзгерістер. Өмірдің мәнін табу, адамдарға шын пейілмен, кең пейілмен қарау. Біреудің кездескен кезде осыдан қандай пайда алып қалам деп есеппен емес, шынайы жүрекпен, есепсіз адамдарды жақсы көру. Адамдарға тек қана жылы ниетпен қарым-қатынас жасау. Ол адамның сөзінен, көзінен, тұрған тұрысынан, пейілінен, аурасынан
білініп тұрады. Сабақтарыңызға әрдайым қатысуға барымды саламын. Менің де балаларым жарқын өмір сүргенін қалаймын. Сіздерге үлкен алғыс айтамын. Рахмет. Өзгеріс неден басталады дегенде алдымен біз ой ойлаймыз. Келесіз бе? Терең ойлап отырып, ойлау үшін адам арман мақсаттарын жазады да, өмірім қайда кетіп бара жатыр, өткен өмірім қандай болды. Сіз мына телефоннан, компьютерден, адамдармен сөйлесуден бір кетіп қалып, жалғыз қалып бір ойлануыңыз. Бір уақыт бөліп, негізі жазсаңыздар өте керемет практика екен. Мен де жаңа жазып болып едім. Мен біраз ойымды кішкене бір орнына қойып, өз-өзіме бір отчет бердім. Сол осы практиканы бәрлеріне жасауға мен де жасап көрсеңіздер өте керемет практика. Адам өмірінде үш кісімен сөйлесу керек. Біреу өзімен сөйлесу, өзінің кім екенін, не істеп жүргенін, өткен өмірінің қандай болғанын өзімен ойлану керек. Бір өмірі өлілермен сөйлесу керек дейді. Өлілермен сөйлесу деген сіз өмірден өтіп кеткен адамдар жайлы ойланып, солардың кітабын оқу, солардың киносын көру да. Үшінші, адаммен сөйлесу керек, тірі адамдармен. Ол маңайыңыздағы адамдармен, жақындарыңызбен, достарыңызбен, туыстарыңызбен сөйлесу керек. Ал енді көбінесе біз қазір гаджетпен, мына телефон, компьютер, телевизор, сонымен сөйлесеміз де, басқа жаңағы үш адаммен сөйлесу бізді кейін қалып жатады. Енді былай кешке өзіңізге есеп беріп отырыңыз. Бүгін өзіммен сөйлесе алдым ба? Ой қорыта алдым ба? Ой қорыту үшін кемінде жарты сағат, бір сағат оқыған кітабыңызды, көрген киноңызды, мына вебинарды үнемі ой қорытып жүріңіз. Ол сіздің түпкі санаңызға барып байланады, бекиді. Сонан кейін қандай білім алдым деп, жақсы ма? Қандай адамдармен сөйлестім. Сонан кейін ол сіздің тағдырыңызға айналады. Келесі сұрақ, өзгеріс қашан басталады? Қашан сізде жаңа сенім мен жаңа эмоциялар қалыптаса бастайды, сол кезде өзгеріс басталады. Ол сенім мен эмоция қалыптасқанда өзгеріс басталмайды. Бірақ бағана айтып кеткендей, сенім мен эмоцияның алдында байлам жасау, бір нәрсеге бекіну деген этап болады. Осыны ұмытпаңыз. Ұзақ ойланғаннан кейін байлам жасадыңыз. Мынау теріс екен, мынау дұрыс екен деп. Дұрыс нәрсеге әбден бекіндіңіз. Таңертең тұру, еңбектену, сабырлық таныту, білім алу, мына кәсіппен айналысу, мына нәрсені оқу, мына тәттіден бас тарту, мына жолға түсу деген әбден байлам жасап тастадыңыз. Сізді бұл байламды әбден соны 1 рет, 10 рет, 20 рет, 10 рет жасап, ойланып, ой толғанында бекітіп болды. Енді осылай жасаймын. Темекінің алдында тастадым. Болмаған кезде мен туберкулез болуым мүмкін, жаман ауруға ұшырауым мүмкін деп байлам жасап тастадыңыз. Бұл жолда мені ешкім қайтарып ала алмайды да. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың қаһарман әзірет әлі де бұрам деп жолдан тұра алмас. Тұрмыс тағдыр бірі де бұл мақсаттан бұра алмас. Қаһарман әзірет әлі де бұрам деп жолдан тұра алмас. Сыланған жардың күлкісі қайтара алмас бірінші дейді. Ал енді Ахмет Байтұрсын айтады да, рахатсыз өтсе де өмір жасым, тәңірім бұл жолымнан бұрылмаспын. Ұзақ жолға ниет қып бір шыққан соң жарым жолдан қайтпаспын, қарындасым дейді. Тау да болар бұл жолда, су да болар, жаудың оғы, жазылған тор, ау да болар. Мынау пайда, ал мынау зиян демек, ерліктің ісі емес, сауда болар. Бұл жолдан қайтпаймын дейді. Сіз солай бекініп алу керек, сол кезде қайтпайсыз. Ал өзгеріс қалай басталады? Өзгеріс ертеңінен бастаймын деу, түстен кейін бастаймын, 1 сағаттан кейін бастаймын, дүйсенбіден бастаймын, келесі айдан бастаймын деу, ешқашан бастамаймын деу, ешқашан істемеймін деу, ертеңнен бастап өзгеремін деу, ешқашан өзгермеймін деумен бірдей. Сондықтан міне осыны тыңдадыңыз, байлам жасадыңыз, сол сәттен бастап, міне қазір тұрып кетемін, міне қазір артық тамақ ішпеймін, қазір тәттіні ішпеймін, қазір сабырлық танытам, қазір табандылық танытам, осы жолы міне тауға шықтым, соңына дейін жетемін, қазір, ертең емес. Сол кезде ғана өзгеріс басталады. Шешім қабылдап, соны іске асырған соң, өзіңді мақтап, оны есепке алып, не нәрсені істедің, өзіңізге сыйлық жасап отыру керек. Өзгеріс сол кезде басталады. Сіз 1 қадам алға жасадыңыз, 2 қадам жасадыңыз, соның кейін өзіңізге сыйлық деген не? Енді сіздің бір демалғыңыз келеді. Демалған кезде бір жақсы кино көру, бір кафе ресторанға бару деген сияқты. Өзіңізге бір сыйлық. Өйткені сіздің миыңызда күрес жүріп жатыр. Қара қасқыр мен ақ қасқыр. Хайуандық болмысыңыз бен адами болмысыңыз. Хайуандық болмысыңыз
жата тұр, демала тұр дейді. Бірақ демалысқа да адам бір жеңіл нәрсені істеуге де адам еңбек сіңіру керек. Өзін соған лайықпын. Былайша айтқанда, қазіргі тілмен айтқанда заслужить ету керек. Сондықтан оны әшейін киноға бара салам, қазір қыдырып келем дегенде, оны әшейін жасай салмай, оны бірдеме үшін мынаны істедім, өзіңіз айтасыз, міне табандылық таныттым, бүгін ашуланғам жоқ, бүгін қызғанғам жоқ, бүгін ерте тұрдым, енді өзіме осындай бір кішкене жеңілдік жасасам жарайды, қыдырып қайтайын, демалайын, кино көрейін деп, жақсы ма? Соң кейін сол кезде өзгеріс басталады. Істедіңіз, артынан өзіңізге сыйлық беріп отырыңыз. Келесі сұрақ, өзгеру неге қиын? Мен басында айтып кеттім, өзгеру деген өзіңге өзің қарсы шығу, өзіңнің болмысыңа қарсы шығу. Әдетте біз өзімізді өзіміз қорғаймыз, солай ғой. Біз біреу бізді анауың дұрыс емес, мынауың дұрыс емес, ары тұр, бері тұр десе, біз соған қарсы шығуға тырысамыз. Енді адам өзін өзі қорғау керек қой, өз жанын қорғау керек та. Сонда өзің қорғап жүрген жаныңа, өзің қорғап жүрген өзің болмысыңа, өзің қарсы шығу. Бұл өте қиын. Өзіңмен дауласып, қарсыласып жүрген жанның пікірін қабылдайсың да, мысалы 5-6 адаммен сен қарсыластың, енді сен өзің санаңнан шығып, солардың қатарына қосылып алып, өзіңді табанға салу, өзіңді қорлау, өзіңді өзің сабау, былайша айтқанда. Төбелесіп жатқан кезде өзіңнен шығып кетіп, анаған болысу. Бұл өте қиын. Өзіңе қарсы шығу өте қиын. Сондықтан оны саналы түрде қабылдауымыз керек. Қазір мен өзіме қарсы шығамын, сондықтан менің жаным шырылдап жатыр, шыңғырып жатыр. Жоқ, менікі дұрыс, мен жаман адам емеспін, менің істеп жүргенім дұрыс деп, өйткені сенің өміріңе қауіп төніп жатыр. Осыны саналы түрде қабылдай алу керек та. Көп күш құртатын, қуатың кететін, қиналыстар әкелетін жолға түсу. Бұл деген бұрын сен жеңіл жолмен көбірек ұйықтадың, тәтті тамақ, майлы тамақ жедің, ол саған май жинап береді. Одан кейін сол саған өмір сүруге қажет, шындығында артық май дегенде, ойланбау, қиналмау, жеңіл нәрсені жасау, ол сенің күш қуатыңды сақтап қалады. Сондықтан енді сен қиналыс жолына, үлкен жоғары күш қуат кететін жолға түсіп жатырсың да. Миың жаңағы ұзын жолды көргеннен кейін саған қарсы шыға бастайды. Сені құтқаруға тырысады. Сол кезде тайталас басталады. Сені хайуани болмысыңмен. Осы кезде осалдық танытып қойсаң, хайуани болмысыңды алсаң, сен батпаққа баттың, кейін кеттің деген сөз. Сондықтан өзгеру қиын, оны саналы түрде түсіну керек те. Келесі сұрақ. Қайтып келмейтін өзгеріс. Барса келмес. Необратимый дейді. Мысалы, темекіні тастадың, соң кейін бір 10 күннен кейін темек тартып кетпейтіндей. Таңертең тұрып жүрдің сағат 5-те, содан кейін қайтадан таз қалпыңа келіп 7-8-ге дейін ұйықтамайтындай. Бұрын ашуланшақ болдың, 1-2 рет сабыр сақтадың, содан кейін қайтадан бұрынғы сияқты ашуланып кетпейтіндей. Жалқаулық таныттың да 1-2 күн жүгіріп, 10 шақты күн жүгіріп, қайтадан жүгіруді тастап кетпейтіндей. Былайша айтқанда ол әбден сенің болмысың айналатындай өзгеріс болу үшін не керек? Бір рет істеп кетсең, ол сен енді үнемі осылай істеп кетеді деген сөз емес. Бір рет тәттіден бас тарта алсаң, екінші рет бас тартамын деген сөз емес. Бір рет таңертең ерте тұрдың, бір рет сабыр сақтадың, бір рет жүгірдің, болды енді, бітті, енді ертеңнен бастап бәрі солай болып кететін деген сөз емес. Біз көбінесе осылай болды деп өзімізге тоқ мейілсейміз, содан кейін осалдық танытып қоямыз. Мен жақсы болдым ғой деп мақтаймыз, мақтағаннан кейін бірден осалдық танытамыз. Сондықтан не істеу керек? Жаңа ой, содан кейін жаңа байлау, жаңа бір сенімге бекіну, іс-әрекет әдетке айналғанша жасау. Жарты сағатқа ерте келдім жұмысқа. Жұмысқа кірмей, жарты сағат жүрейін. 2-3 километр жүруім керек. Сол үшін мен жаяу кетіп бара жатырмын. Адам әдеттің құлы дейді. Егер құл болсақ, біз жақсы әдеттің құлы болайық, жаман әдеттің емес, жақсы ма? Жаңа істе автомат түрде, таңертең автомат түрде ойланып атып тұру, автомат түрде майлы тамақтан бас тарту, автомат түрде ашудан бас тарту да, соны ойланбай істейтін деңгейге жеткенше, сен ойланып мынаны істейінші деп емес, автомат түрде істегенше жасай беру керек. Мысалы, мен мына компьютерді басқан кезде соло на клавиатуру деген программа бар. Соны басында мен мынау А, мынау Б деп басып отыратын да. А, қыл дегенде А, Қ, Ы, Ыл деп.
Содан кейін қазір мен көзімді шүпірекпен байлап қойып баса аламын. Саусағым өзі автоматты түрде тауып алады. Бұны мына мидағы нейрондардың байланысының әбден қалыптасуы, миелин қабық қалыптасқан кезде ғана осылай болады. Оны кемінде бір нәрсені қалыптастыру үшін ғалымдар айтады 10 000 сағат жасау керек дейді. Өмір өзінің бағалы заттарына тиісті құнын қоя алады. Тиісті, оның құнын төлеу керек, бодауын өтеу керек. Былай жеңіл-желпі жасай салмайды. Сондықтан халявы болмайды. Соңын ол сіздің болмысыңызға айналған кезде, сіз енді сабыр сақтайын деп емес, сіздің бұрын ашуланатын кезіңізде қарасаңыз, сіздің ішіңізде ашу жоқ. Ол сіздің болмысыңызға айналды деген сөз. Таңертең сіз қуанып тұрасыз. Сабақты жасаған кезде сіз сондай махаббатпен істейсіз. Жүгіру сіздің ешқандай қиналмай, сіз келдіңіз, ешқандай қиналмай спортпен айналыса бастадыңыз. Ол сіздің болмысыңызға айналды. Сол кезде қуансаңыз болады. Енді кешенді өзгеріс, жүйелі түрде, системный өзгеріс деген не? Адам өмірде шынайы 4 құбыласы түгел жаны сезініп, толық бақытты болғанда ғана кешенді өзгеріс болады. Не қазір өзгересің? Материалдық жағдайыңды да, денсаулығыңды да, қоғамда бір орта деңгейге көтеріп аласың, не кеш қаласың. Байлар үнемі ізденісте болады екен. Жаңа білім, жаңа ғылым, жаңа бір сала іздеп, ал кедейлер бәрін біледі. Мен оны білем, мынаны білем деп қоя салады. Сондықтан сіздерге үнемі мен ізденісте болыңыз дегім келеді. Үнемі даму үстінде болыңыз. Енді мен сұрақтарға жауап беріп кетейін қазір. Кредиттен, қарыздан қалай құтылуға болады? Бұл жайлы менің YouTube'та арнайы түсірген видеом бар. Ең бірінші, қорықпау керек. Жүректе тыныштық. Мынандай қағаз қалам алыңыз да, егер сіздің кредитіңіз бар болса, қарызыңыз болса, мынандай сұраққа жауап іздеңіз. Мен неден қорқып отырмын? Неден қорқып отырмын? Мысалы, мен кредитім бар, қарызым бар, бұны өсіп кетуі мүмкін. Осыдан қорқып отырмын да, мені мазалап жатыр. Неден қорқып отырғанын? Неден қорқасың? Далаға шыққанда машина қағып кетуі мүмкін. Кейбіреулер самолеттен қорқады деген сияқты. Неден қорқып отырмын? Соның нақты өзін жазып алыңыз да. Біреу айтады, мен қорқақпын. Неден? Иттен қорқасың ба, мысықтан қорқасың ба, бір коронавирустан қорқасың ба, неден қорқасың? Соны жазып қойыңыз да. Содан кейін келесі сұраққа жауап беріңіз. Сізді өлтіріп тастауы мүмкін ба? Ең қиын нәрсе өлім ғой. Өлімнен басқаның бәрін жеңуге болады. Өлтірмей ме? Өлтірмейді екен. Содан кейін осы үшін түрмеге отырғызып тастамай ма? Әдетте осы кредиттен, қарыздан құтылатын адамдардың 99-да 99% айтады. Дәл осы үшін түрмеге отырғызып тастамайды. Енді бас бостандығыңыздан сізді айырып тастамаса, онда сіздің аяқ қолыңыз өзіңізде, басыңыз өзіңізде, бұдан құтылуға болады. Енді бетін арығысын түрмеге отырып шығып та қатарға қосылып кеткен адамдар өте көп. Сіздің таныстарыңыз ішінде де бар шығар сондай. Енді осыдан осы сұрақтарға жауап бергеннен кейін айтасыз, окей, отырғызып тастамайды екен, өлтірмейді екен да. Енді осыдан артынан кейін не болуы мүмкін? Осыдан кейін не болуы мүмкін? Соны жазыңыз. Не болуы мүмкін? Процент өседі, өсіп бәленбайға жетуі мүмкін. Ну, жетті болды. Не істейді? Үйіңізді тартып алуы мүмкін, жұмыстан шығарып тастауы мүмкін, біреулерге айтып тағы да масқара қылуы мүмкін. Алдымен не болуы мүмкін екенін жазыңыз. Сіз қашпаңыз одан. Қағазға жазыңыз. Жазып болғаннан кейін айтасыз, енді бұдан құтылудың қандай жолдары бар? Қандай жолдары болуы мүмкін? А, Б, В, Г деп жазыңыз да. А, бұдан құтылу жолы. Ең бірінші сізге мен айтатын бірінші істейтін әрекетіңіз, сіз өзіңіздің кредиторыңызға, сізге қарыз беріп жүрген адамға, банк бола ма, жеке тұлға бола ма, сіз одан қашпай, одан байланысуыңыз керек. Мен көптеген адамдар осындай кеңес бердім, және ол адамдар соны бірге бір орындаған адамдар маған артынан міндетті түрде алғыстарын айтады. Өйткені сіз қашқан сайын ол да қорқа береді, ол қуа береді. Содан кейін сіз де қашқан сайын сізде қорқыныш ұлғая береді. Сіз оған айтасыз, сіз қуалай бермеңіз, менің қанымды іше бермеңіз. Қанымды іше берсеңіз, мен денсаулығымнан айырылып, инфаркт, инсульт болып жатып қалуым, тіпті өліп қалуым. Сондықтан мен қашпаймын. Міне, алғашқы бір 1000 теңге болсын, бір 5-10 мың теңге болсын, сіз қайтарыңыз. Осы сұнған басты қылыш кеспейді. Осы жаттығу қиын, бұл іс-әрекет қиын, бірақ оны істеу керек. Бірінші қадам осыны істейсіз. Содан кейін жазасыз да. Енді мен жаңа жұмыс тауып алуым керек. Жаңа бір кәсіптің түрін қарауым керек. Жалғыз жүріп, жол тапқанша көппен жүріп адас дейді. Адамды жасайтын орта, дамитын ортаға түсіп алсаңыз, сол кезде әлдеқайда жеңіл болады. Есімім Дәулет болады. Мен өзгергім челленджіне қатысқан болатынмын. Қазіргі таңда МКТ сабағына қатысып жатырмын. Онлайн түрде көріп, білімін алып жатырмын. Өте керемет. Сіздер де қатыссаңыздар деп тілеймін. Қатысыңыздар, дамыңыздар, бай болыңыздар. Ол өз қолыңызда. Өзің ойлап өзің жол табу ең жасампаз жол деп айтады. Онда сіз керемет адамсыз, өзіңіз ойлап таптыңыз. Ойланбай, ананы, мынаны істеп көріп даму жол ең қиын жол, ал
өзің сияқты ет пен сүйектен жаратылған адамның жасағанын көріп, соныкін бірге бір қайталап, соның ізімен жүріп, даму, қиындықтан шығу ең жасампаз жол, ең төте жол, ең жеңіл жол сол. Сондықтан төте жолға түсу керек. Күйеуімді қалай өзгертсем болады? Маған көптеген әйелдер жазады, Жанар айналайын, күйеуіңді өзгерте алмайсың. Сен өзгерте алатын бір-ақ адам бар. Саған өзгеруге көнетін бір-ақ адам бар. Ол өзің. Қалай өзіңді өзгертесің, сонан бастап күйеуің өзгере бастайды. Осы өзгергенге келеді. Және де мына менің кемелденген тұлғам атты келесі курс сізді тосып тұр. Соған қатынасқа мен Талдықорғанға барғанда неге екенін 3 әйел, үшеуінің де жас 40-тан асып кеткен. 45-те біреу 50-ге келіп қалған, біреу орысша сөйлейді. Солар айтады, өмір бойы күйеуіммен айналысып келдім. Күйеуім біреу айтады, қол жұмсайтын, біреу айтады, күйеуім менімен сөйлеспейді, менсінбейді. Біреу айтады, күйеуім жалқау. Сол үшеуі айтады да, 15-20 күннен кейін өзіммен айналысып өзім өзгердім, күйеуім өзгере бастады. Мен ажырасудың алдында тұр едім. Отбасымда береке жоқ еді, сүреңсіз өмір еді деп айтып отыр. Солардың бәрі айтады, өзім өзгеріп едім, күйеуім өзгерді. Мен Жаңаөзенге барған кезде бір әйел адам айтады да, мен өзгергім келеді атты бір мастер-класс өткізгем. Күйеуім әкеп тастады, кешке жақын бірінші күні кешке барып айтты дейді. Ой, оказывается, проблема менде екен. Аға айтты, өзің өзгер деп айтты деп еді. Екінші күні күйеуім айтты дейді. Наконец-то сен қанша тренингке, қанша барып, қанша тыңдеменен киноларды, видеоларды көріп жүрсің, кітап оқып жүрсің, сенің аузыңнан бір дұрыс сөз шықты ғой деп. Мені қуана-қуана әкеп тастады. Сол шындығында да ана әйел айтады, алысып болдым, өзім өзгерсем, күйеуім де өзгереді екен. Балам тыңдамайды, не істесем болады. Тура солай. Қашан сіз өзіңіз өзгересіз, сіздің неменеңіз, әдісіңіз, балаңызбен тәрбиелеген тәсіліңіз дұрыс емес. Өзіңіз өзгертіңіз, өзіңіз өзгергеннен сіздің тәсіліңіз өзгереді. Сол кезде балаңыз да, күйеуіңіз де, әйеліңіз де, досыңыз да бәрі өзгере бастайды. Аламан деген не? Аламан деген сөзді ол қазақтың сөзі ғой. 60 шақырымға шабалатын атты аламанның аты дейді. 60 шақырымға шабалатын жігітті аламанның жігіті дейді. Ал бизнес бастауда 60 күндік аламан курсы бар. Ол жерде біз ең бірінші орында әрине кәсіп жасауды, табыстауды үйретеміз. Ол жерде табыс қане таппайсыз. Сіз ортаға келесіз, 60 күн бойы жарқырап күліп жүруді үйренесіз. Ол әдетіңізге айналады. Таңертең 5-те тұрып жаттығулар жасап, денсаулығыңызды түзейсіз. Алашардақтыларының өмірін зерттеп, өмірден өз орныңызды табасыз, табысыңызды тауып шығасыз. Былайша айтқанда 4 құбылаңызды тең қылып шығасыз. Аламан деген курс осы. Кемел адам деген кім? Кемел адам деген жаңағы өзінің эмоциясын басқара алатын, өткенге өкінбейтін, болашаққа уайымдамайтын, кінәні басқа бір адамдан іздемейтін, сабырлы, байсалды, білімді адамды кемел адам дейді. Оны толық адам. Мен қазір Әл-Фарабиді терең оқып зерттеп жатырмын. Ілім ғылымын бойыма сіңіріп жатырмын. Сіздермен бөлісемін. Менің кемелденген тұлғам атты курс бар. МКТ деп қысқаша айтамыз. Сол жерге қатынассаңыз, сіз кемел адам болып шығасыз. Менің кемелденген атты сабағына қатысушылар, қайырлы таң бар. Бүгін нәтиже болып тұр. Мен бүгін 5-те 25-те тұрғанмын. Сосын тұрып кішкене разминка жасап, жаттығу жасап келген сәтім. Сабақ өте тамаша, керемет. Барлығыңызға қатысуға кеңес беремін. Миды қалай басқаруға болады дейді. Миды басқару үшін мидың туралы түсінік болуға тиіс. Біздің миымыз қандай бөлшектерден тұрады? Біздің амигдала, мына миндалевидное тело деген не? Адам қалай шешім қабылдайды? Адамның қай миының ойлауына, миының қай бөлшегі әсер етеді? Жалпы миды, мына менің кемелденген тұлғамда қатынассаңыз, сіз мидың не екенін, қандай бөліктен тұратынын, ол қалай ойланатынын, дендрит деген не, аксон деген не, префронтальный кора деген не, жалпы ми жайлы сізде толық түсінік болады. Сіз миды басқара алсаңыз, өзіңізді басқара аласыз деген сөз. Өзіңізді басқара алсаңыз, сіз басқаларды басқара аласыз. Келесі, мен бай болмақ келеді, бірақ еш мүмкіндігім жоқ. Менің бір постым бар, 5 саусақ бірдей ма деген. Бай адам деген кім? Барлық адамның мүмкіншілігі бірдей. Бірақ бір адам табанды, өзіне сенімді. Бай болу үшін сізге өзіңізге сенімді болуға тиіссіз. Жаңа байлыққа апаратын кәсіпті мен ұғып ала аламын, істей аламын деп. Ал ол жолмен жүру үшін сізге табандылық керек. Өзіне сенімді, табанды адам міндетті түрде бай болады. Осы біз аламанда осы екі қасиетті 60 күн бойы сізге сіңіреміз. Сенімді болу үшін түрлі жаттығулар жасатамыз, теория береміз, плюс практика. Ал табандылықты ой еңбегімен және тән еңбегімен, ден еңбегімен айналысуды үйретеді. Бизнес бастауда бизнес үйрететін курсқа барсам, ол жерде сабақ қиын ба, қорқыныш, кәсіп бастап кете аламын ба, жоқ па деген қатыссам, кім көмектеседі бизнес бастап кетуге. Осымен енді жақсы нәрсені де жаман нәрседен аяқталатын болады ғой. Осымен мына вебинарымыз аяқталды. Сондықтан бизнес бастауға келсеңіз, мен
қарапайым мына сөзбен айтамын. 7-ге 7-ні қоса алсаң, болды кәсіп жасай аласың. Бизнес шындығында қарапайым. Бұл жерде 85 жастағы ақсақалда, 11 жастағы адамдарда, сонау ауылда құлап жатқан қазір мына Мақсат деген жігіттің видеосын көріп шығыңызшы. 2019-дың басында аварияға жол апатынан мен жамбасын, чашкісін жоғары жағы, жамбасын, білік басы, бес қабырғам және бауырым мен бүйрегім жоғары жылжып кетті деп диагноз қойды. Ол диагноздан мен тұрып кетуім екіталай етті. Аяқтан тұруыма Ахметбек ағайым міне көз алдымда отыр ғой. Осы кісінің бірақ видеосы маған қатты көмектесті де. Аяғымнан тік тұруға сен неге жатырсың деген бір видеосын көрдім де. Сен осындай өмірде тірі жатқаныңа қуанбайсың ба деген сөзіне қарадым да өзіме өзім жігерлік ояттым. Сол видеодан кейін резко мен Ахметбек ағайдың несіне комментарий жаздым да, маған осындай қуаттану сағатын маған беріңізші, мен осымен қуаттанайын. Қуаттану сағатын тегін алдым. Қуаттану сағатын тыңдауды бастадым. 1:7-де нәтижесін беріп, мен балдаққа тұра бастадым. 1:7-де маған нәтиже берді ол. Мен жамбасымнан тұра алмай қалған адаммын ғой. Доғдырлардың өзі маған сізге 2 ай төсектен тұруға болмайды деген. Мен тұрып кеттім. 1:7-де мен 2 балдақпен жүріп, 1:7-ден кейін уже 1 балдақпен жүретін болдым. Маған қатты көмектесті сол. 2:7-де уже таяқ тастай бастадым ғой. Аяғымнан нық тұратын болдым ғой. Соңғы теплиц жасады деп естідім ғой. Мен балдақпен жүргенде жаңағы ағайдың сен неге жатсың, сен кәсібің неге баста кетпейсің, сен мені көре бергенше кәсібің баста кет деген бір видеоңызды көрдім де. Анаға қарайды ойлап қалып, мен неге шынында жатырмын, бірдеңе бастамайын ба, қолымнан не келеді, ойланып да бақшаның қыр-сырын жақсы білем де. Одан кейін қояйын, мен теплица салайын. Балдақпен жүрдім де, есік алдында шағын ғана жасай салдым. Бұлайынан 4, бұлайынан 11. Содан өсті ме теплицаң? Теплицам өсті. Аллаға шүкір, бір 200 мың теңге тауып берді маған ол теплица. Міне Мақсатты көрдіңіз бе? Ауылда жатқан, білімі жоқ, инвалид почти. Осы адам ауылда жатып кәсіп жасаса, сіз де жасай аласыз. Ешқандай оқудың керегі жоқ. Сізге тағы да бір дәлел үшін, тағы да бір 2 осы аламанға келіп кәсіп жатқандардың видеосын көрсетейінші. Есін алдына шықсам, машинам отылмайды, аккумуляторымнан не болды, ақау болды. Сонымен аккумулятормен айналыссам деген ойға келдім. Өзің қиналғаннан кейін? Иә, өзім қиналған соң, басқа түскен нәрседен бизнес бастау деген, ол жалпы басқа адамдардың, клиенттердің жағдайын түсіне, сосын бизнес бастаған оңайырақ болады екен. Сөйтіп, жаңағыда оптовиктермен барып келісіп, жаңағыдай наличный оптовый бағада аламын, және де күніне кем дегенде 10-20 аккумулятордан өткіземін. Апарып жеткізіп қойып бересің де? Жеткізіп қойып берем деп сөйтіп еттім. Осы уақытқа дейін табысы миллионнан асты. Бастап капитал қанша ақша салып бастадың? Қанша ақшаны бастадың? Ең алғашқысы жаңағыдай 12 мың теңгеге аккумулятор алғам, соны розничный бағада оптым алам. 12 мың теңгемен бастадың. 12 мың теңге дегеннен бастау деген сөз нөлден бастауға келісесіздер ме? Иә. Менің аты-жөнім Қуатбек Жұлдыз. Менің таңдаған салам тігін саласы. Тігін саласында мен осы 2 аптаның ішінде 80 мың теңге таза табыс таптым. Маған көмектескен құралдар оферді қалай жазу, клиенттің сеніміне кіру арқылы мен өзіме заказдар қабылдап жатырмын. Менің ағайға айтар алғысым шексіз. Мен өзімнің табандылығымды, сенімділігімді арттырып жатырмын. Есімім Әбдіхан Бағдаулет, Сарыағаш қаласынан келдім. Осы Сарыағаш санаторияларын реклама жасау бойынша айналысам. Осы күнгі табысым осы 2 аптаның ішінде 194 мың теңге. Оған маған офер көмектесті, өте қатты көмектесті. Мен офер жазу арқылы сол ақшаны таптым. Міне, менің сөзімнен гөрі дәлел осы адамдардың өзінің аузынан айтқаны. Сондықтан мен қарапайым көлгірсу емес, шын айтам. 7-ге 7-ні қосалсаң, 14 деп айталсаң, болды, сен кәсіпкер бола аласың. Адам жасағанда адам жасайды. Осыны оғалатындай ақыл бар болса, 7-ге 7-ні көбейте алатындай ақыл бар болса, кез келген нәрсені оғалатын ақыл сізде бар. Егер сен бәтіңкенің бауылын байлай алсаң, есік қою ма, массаж жасау ма, манты пісіру ма, киім тігу ма, онды үйреніп кете аласың. Адамға кәсіпкер болу үшін өзіне деген сенімділік және табандылық керек.
аламанда осыны біз бойыңызға сіңіріп береміз. Ал енді өзгергің келеді деген ол психологиялық тренинг. Өзің ішкі жан дүниеңмен үйлесімділік жоқ па, басқа адамдармен бір қарым-қатынасың, ағаңмен, туысыңмен, күйеуіңмен, әйеліңмен қарым-қатынасың дұрыс емес па, соны қалыпқа келтіріп беретін, өзіңе деген сенімділік жоқ па, осыны жасап беретін кемелденген тұлға. Ал төрт құбыланды тең болуын төте жол таңдап алсаң, ол аламан. Денің де сау болып, табысың да жақсы болып, көңіл күйің де керемет жақсы болып, артқа өмірден өз орнын тауып алам десең, 60 күн аламан. Оны жасайтын орта. Кім деген жаман болса, замандасының бәрі виноват дейді. Кім деген жақсы болса, ол замандасының қасиеті, құрметі, көмегі. Біздің құшағымыз ашық. Аламанға келіп, тұлпар боласыз. Соң кейін самғау деген күрес бар. О жерге барып сұңқар боласыз. Төрт құбылан тең болам десе, аламанға келіңіз. Енді осыны көріп, арғарай жалғыз жүріп, жол табам деу өте ұзын, өте қиын. Енді ең кемелденген тұлғаға қатынасам деген адамдар негізгі 15 мың теңге тұрады. Ал енді дәл қазір сіз осы мына көрсетілген номерге 8747-094-1920-ға аламан жазсаңыз, ағымға алғашқы жазылған 30 адамға біз кереметтей жеңілдік береміз. Дәл қазір үлмесеңіз кеш қаласыз, бағана байлар байы береді, кедейлер кедейлене береді. Сондықтан соңғы вагонға үлгеріп қалам десеңіз, дәл қазір жазып жіберіңіз. Бізбен бірге дамып жатқан, жетістікке жетіп жатқан адамдардың қатарына қосылыңыз тезірек.